Қала іргесіндегі Құрайлы ауылында мәдениет үйі ашылды. 25 жылдан кейінгі үзілістен соң бұл ауылда мәдениет ошағы қайта жандан. Ашылу салтанатына облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қатысып, жұртшылықты мерекемен құттықтады. Салтанатты рәсімнен кейін ол қалаға қарасты 5 ауылдық округтың тұрғындарымен кездесу өткізді. Мәдениет үйі 90-шы жылдардың тоқырауы тобықтан қаққан тұста жабылып қалған болатын. Өткен жылы облыс басшысы Бердібек Сапарбаевпен кездесу кезінде ауыл тұрғындары мәдениет үйін ашу туралы өтініш айтты. Екі мектебі, мектеп-интернаты, балабақшасы және 6000-нан астам тұрғыны бар үлкен ауылда мәдениет ошағы керек-ақ. Біздің Құрайлымда ерекше күн болып жатыр, ұмытылмас. Еліміздің 25 жылдығына біздің мына мәдениет үйі ашылып, енді бізге өте қуанышты осындай мерекеде балаларымыздың, немерелеріміздің осында келіп, қызықты ойын түрлеріне қатысуына өте қуаныштымын. Екі қабатты ғимаратты жаңғырту жұмыстарын мердігер ретінде міндетіне алған Ақтөбе электр желісі құрылысы серіктестігі бұны биыл тамыз айында бастады. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында аяқтап беріп отыр. Жалпы облыста жыл басынан 32 мәдениет ошағы жөнделді. Келесі жылы барлық елді мекендерде медициналық пункттер саламыз. Бұл бағыттағы жұмыстарды біз жалғастыратын боламыз, деді өңір басшысы құттықтауында. Тәуелсіздік алған күннен бастап мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүргізіп жатқан саясатын жақсы білесіздер. Ең бірінші осы әлеуметтік салаларға көңіл бөлу, халықтың тұрмысын, жағдайын жақсарту. Егер біз мәдениетпенен, өнерден, әдебиеттен 10 жылға қалып қоятын болсақ, оны қалпына келтіру үшін ең кем дегенде 20 жыл керек болады. Ал экономикадан 10 жылға қалып қоятын болсақ, оны 1-2 жылдың ішінде қалпына келтіруге мүмкіндік бар. Ашылу салтанатынан кейін көпшілік ғимаратты аралап көрді. Бұл жерде 400 орындық көрермен залы, 16 000 кітап қоры сақталған кітапхана, спорттық және хореографиялық залдар бар. Оқушылар ғана емес, ауыл тұрғындары қатысатын үйірмелер жұмыс жасайды. Көркемөнерпаздар ұжымдарының шығармашылық кештер өтеді. Спорт залда облыс әкімінің қолынан өңірде спорт саласын дамытуға қосқан үлестері үшін Құрайлы тұрғындары марапатқа ие болды. Ал мәдениет үйінің директорына спорттық құралдар сатып алуға арналған сертификат берілді. Төбені, отопление, котельня, су, электр бәрі жүйелерін бәрі қалпына келтірді. Бөлінген қаржы қалалық местный орталық бюджеттен өзінен 160 миллион. Бұдан соң мәдениет үйінің мәжіліс залында облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың, қала әкімі Ильяс Испановтың және облыс прокуроры Нұрғалым Әбдіровтың қатысуымен қалаға қарасты 5 округ Құрайлы, Благодар, Новый, Сазды және Қарғалы ауылдық округтерінің тұрғындарымен кездесу өтті. Айтылған ұсыныс-тілектер көп болды. Мәселен, Благодар елді мекенінде алма бағын ашқан тұрғындар жер дауына қатысты мәселені шешіп беруді өтінді. Алмаға салып жатырмыз. Биыл алмағаштың басын 35 мыңға жеткіздік. Біздің үстімізден жаңаға 70 Ақтөбе Айырбызы дейді завод, үстімізден тоқ жүргізді, то есть линия өткізді. Сол енді дейтін, сол линияға байланысты біздерге жаңаға земельный комитет шақырып алып, ана жерді өздерін алады да басқа жердің конфигурация, изменение конфигурация дейді. Енді сол измененияның ақшасы гипрозем 370 мың теңге. Біздің өтінішіміз сол қаланың әкімі сұрайтынымыз сол мәселені шешілсе екен. Бізді дейді сұрамаймыз, дивиденд, анау-мынау. Всего земельный акт изменить, НПЦ-земге төлейтін ақша. Алма өсіруге бола ма? Негізінде алма өскенде дейді, оның өсетін түрі бар, өспейтін түрі бар. Антонов пен Уральский наливной екі алма, которые непосредственно өседі осы жерде. Пожалуйста, өте жақсы. Алманы көбейту керек. Енді жаңа ғанау арбызыға байланысты 300 мың теңгенің жөнінен қаланың әкімі Ильяс Сапарбекке тапсырма берем, зерттеп, онан кейін сізге айтады. Тұрғындар тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай Ақтөбеде көшелердің көнерген мағынасы жоқ атауларын қайта өзгерту туралы шараларға ризашылық білдірді. Алашты көптеген азаматтарына көше беру жөнінде және көптеген халық батырларына биыл сол арманымыз орындалып отыр, мына тәуелсіздіктің 25 жыл қарсаңында. Сол жаңа өзіңіз айтқан Алаштың азаматтарының біразына ат берілді. Біз енді ең бірінші кезекте 25 көшенің атын өзгертеміз дегенбіз. Бұл жұмысты біз арман қарай жалғастырамыз. Бірақ, ағайындар, бұл жерде бір мәселе болу керек. Бұның барлығын біз өздеріңізбенен келісіп жасауымыз керек. Көшені кім болсын саған бере беруге болмайды. Еңбегі бар, халықтың арасында беделі бар. Осы ұлт үшін, осы мемлекет үшін еңбек еткен кісілерге беруіміз керек. Құрайлыда мәдениет үйі ашылды. Енді мешіт салынса деген тілектерін жеткізгендер де болды. 10 мыңға жуық тұрғындар бар ауылда, дұрыс имамдарымыз жоқ.
дұрыс имамдарымыздың жоқ болу себебі ауылымызда мешітіміз жоқ. Мешіт мемлекеттің есебінен салынбайды. Мешітті халық өздері жиналып салады. Бірақ енді барлығында мүмкіншілік жоқ. Сондықтан өзің сияқты жас кәсіпкерлер бастама көтеру керек, сонымен ақша жинау керек, сөйтіп соған мешіт салу керек. Тағы да қайталап айтамын, мемлекеттің есебінен мешіт салынбайды. Облыс әкімі 25 жылда ел аймақтарында халықтың тұрмысы түзелгенін, әлеуметтік салаға көңіл бөліну жылдан жылға артып отырғанын айтты. Ең бастысы еңбек ету, ерінбеу, енжарлыққа бой алдырмау керек деді өңір басшысы. Ол құқық қорғау саласының қызметкерлерінен құралған жұмыс тобына халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қазір барлық елді мекендердегі жағдайды бақылау тапсырылғанын айтты. Айгүл Байменова, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.